Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен карамельный пирогтың рецептімен бөлсем. Өте қарапайым ингредиенттерден жасалынады. Жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Бізге 5 жұмыртқа, 200 грамм қант және щепотка тұз, кішкене тұз қосып, жақсылап миксерлеп араластырамыз. Шекер толық еріп кеткенше араластырамыз. Осылайынан 50 грамм крахмал, 200-240 грамм ұн және де 10 грамм разрыхителді ситадан, яғни елегіштен өткізіп, жақсылап миксерлейміз. Әдемі болып араласқанша миксерледік. Және де осы қосымшамызға 80-100 грамм көлемінде грек жаңғағын барынша майдалап, езіп қосамыз. Толық араласқанша жақсылап миксерлеп аламыз, және де пісіретін ыдысымызды, формамызды дайындаймыз. Менде 24 диаметрлік кольцоға толықтай құйып пісіремін. Бір салып қана пісіріп алам, яғни. Сосын піскен қожымды екіге бөле салам. 180 градуста 35-40 минут көлемінде пісіріп аламын. Осындай болып биік етіп піседі қожымыз. Енді сіздер өздеріңіздің пештерінің температурасына қараңыздар. Менде 180 градуста 35-40 минутта пісіп шығады. Осылайынан пешке жібереміз. Жарты сағат 40 минутқа. Әзірге біз креміміз дайындаймыз. Менде мына жерде 250 грамм сгущенка және 250 грамм сметана. Жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Осылайынан миксерлеп аламыз. Және де жарты сағат бізде уақыт өтті. Пештен коржымызды шығарамыз. Коржды шығарар алдын обязательно зубочисткамен немесе шимен тексеріп алғандарыңыз дұрыс. Корждың ортасы жақсы піскенін тексеру үшін. Және де мен коржды 2 бөлікке ғана бөлем. Бетін тегістіру үшін бетін шұқылап алып тастаймын. Және де коржымызды 2 бөлікке бөлем. Сіздер қаласаңыздар, коржды 3 бөлікке бөлсеңіздер болады, жіңішкелеу етіп. Ол кезде, яғни креміміз көп мөлшерде және де өте жұмсақ торт секілді былқылдап шығады. Мен 2 бөлікке бөлдім. Пирог ретінде маған солай ұнайды. Және де начинкасына да өздеріңізге ұнаған банан, груша, әртүрлі заттармен фантазияларыңызға байланысты қоссаңыздар болады. Мен дайындап қойған креммен шоколад араластырып жасаймын. Өте дәмді, оңай әрі қарапайым рецепт. Мен пирогты біріктіру процесін бастадым. Осылайынан кремімді жағып алам қимылдамас үшін. Және де кремді толықтай сіңгенше бір құям. Және де қалыңдау жұмсақ болу үшін тағы да екінші рет кремді молынан құям. Және де Қазақстан шоколадымен кішкене сүт араласқан начинка ретінде қосамын. Сонда бізде пирогымыз өте дәмді, шоколадный дәм береді. Және де ауызға салғанда еріп тұрады. Ешқандай торттан кем емес. Жасап көріңіздер. Заттары өте қарапайым.
мінекей. Және де жаңа мен бетінен кесіп алған жұқа кожамды барынша ұнтақтап бетін сәндеймін. Сонымен сіздер өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай сәндесеңіздер болады. Жасап көріңіздер. Ұнаса комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын баршаңызға.